Hi guys, бүгінгі видео алдыңғы видеоның жалғасы, уже Шаулайға келген кездегі нәрселерді айтатын боламын. Мен Шаулайға келдік, Шаулайға 3 сағат жүріп келдік Вильнюстан. Кішкентай ғана қалашық екен. Қалаға онша ұқсамайды, зданиялар кішкентай, зданиялар ескі, сәл ауылға келетін, мұндай кішкентай қалашық, аралар жақын-жақын, біздің практика өткен универ, общага, барлығының аралары жақын-жақын, жаяу жүруге болатын жерлер болды. Міне көшелер осындай кішкентай ғана. Мынау общагасының көрініс, және біз практика өткен Шаулай университеті осы. Практикам түскеннен ғана болды, түстен кейін уақытымыз бос болды, сонымен біз ары қарай қай қалаларды аралаймыз, соны пландай бастадық. Уже билеттерді ала бастадық. Біз негізі алдын ала билеттерді сатып алмаған екенбіз, соны ойластырмағанбыз. Барған кезде аламыз, арасында автобуспен жүреміз деп ойладық, бірақ автобуспен арасында көп 8 уақыт кетеді екен, ал самолетпен 1-2 сағаттай ғана уақыт кетеді. Сол үшін бүкіл самолеттің билеттерін сол жерде отырып тақалған кезде алдық. Барлық билеттерді Ryanair'ын алдық. Ең қолжетімдісі және ең ыңғайлысы бізге Ryanair болды. Бағалары 20 мыңның ар жақ бер жағында. Шауляйдан дәл жанында Рига болды, Латвия. 2 сағат жерде автобуспен баруға болады. Мен ең алғашқы шагымызды осы Ригадан бастадық. Сөйтіп таңғы 5-те Рига қарай автобуспен барып, 2 сағатта 7-7:30 барда жетіп қойдық. Мен Риганы аралауға кірістік. Рига уже келесі видеода болады.